Сәлеметсіз бе, Абдрахман? Сәлеметсіз бе, апай? Зерттеу орталығына қош келдің. Бүгін біздер суды зерттейтін боламыз. Қарашы, менің әдемі гүлім көңілсіз тұр. Ендеше осы гүлді әдемі болу үшін біздер не істеуге болады? Су. Дұрыс айтасың. Су құямыз, кәне? Су құямыз. Гүлге су құямыз. Иә, су құйдық. Енді мына ыдыста не тұр алдыңда? Су. Иә, су тұр. Кәне, суды ішейік. Судың дәмі бар ма? Жоқ. Иә, су дәмсіз болады және түссіз болады, иә. Ендеше қолыңды қылқаламды ал. Қылқаламды. Енді өзіңе ұнаған түсті осы ыдысқа салып араластырамыз. Көптеу аламын. Араластыр. Ыдысқа салып араластырамын. Иә, тартып. Кәне, мен саған білесің, Абдрахман, иә? Қандай сенің түсі? Судың түсі қандай? Асыл. Иә, ал менікі қандай түс болды? Қызыл. Қызыл. Біздер мана су түссіз, дәмсіз болды, иә? Осыған біздер суға бояу салғанда түсі жасыл. иә, және қызыл түс болды. Ендеше біздер қазір, Абдрахман, судың бетіне сурет салуды білесің бе? Жоқ, апай. Білмейсің. Ендеше біздер қазір судың бетіне сурет салатын боламыз. Бізге керек құралдарды айтшы, қандай құралдар керек? Су. Иә, Таяқ сағат. иә, Түрлі түсті бояулы. иә, Тарақ. иә, және ақ қағаз, Ақ қағаз. ұзын ыдыс, және Ыдыс. қылқалам керек, иә? Иә, қағаз. Дұрыс айтасың. Ендеше біздер қазір суды ыдысқа құйып аламыз, иә? Кәне, Абдрахман, суды ала ғой, маған көмектесші, суды алшы. Иә, ал жайлап суды құямын. Енді суды құямын. Қазір енді біздер қылқаламды аламыз. Мына қандай түс? Абдрахман, қандай түс? Көк. Көк түс. Көк түсті қылқаламды батырып, қылқаламды шетінен ұстап, ортасынан ұрып, шашырату әдісін пайдаланамыз, иә? Және майлықпен сүртіп отырамыз қылқаламызды. Қандай түс? Ақ. Иә, ақ түсті шашыратамыз. Осыны біздер тарақпен араластырамыз. Осылай араластырамыз. Осы араластырып. Енді осы судың бетіне біздер қазір гүлдің суретін салатын боламыз. Түрлі түсті бояуларды алып, тамызу арқылы. Жақсы ма? Қандай түсін айтсам? Қандай түстен бастайсың? Иә. Мен сары түсті алдым. Өзің ұнаған түсінді ала бер, иә? Түсіне тамыза бер. Аузын ашып қойын, иә? Енді біздер таяқшаны алып, күді салатын боламыз, иә? Ұнап отыр ма саған? Иә. Иә. Судың бетіне де сурет салуға болады екен, иә, Абдрахман? Иә. Мысалы, екісі, иә? Қандай әдемі гүл шықты? Ал енді, Абдрахман, осы судың бетіндегі гүлді қағаздың бетіне басып шығаратын боламыз, ақ қағаздың бетіне, иә? Қояқ, иә? Бұдасы бар. Енді қазір қарайық. Шықты ма гүліміз? Иә. Біздің судың бетіне салған гүліміз, суретіміз шықты. Осымен бүгінгі жасаған эбро техникасы арқылы жасаған жұмысымызды аяқтаймыз.